Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Мен Бекжанова Бақтыгүл Омырзаковна Мұнайлы ауданының номер 7 орта мектебінің өзін-өзі тану пәнінің мұғалімімін. Біз бүгін 2 сыныптың 26 сабағы біз өсіп жатқан өлке тақырыбында сабақ өтетін боламыз. Біздің сабағымыздың құндылығы сүйіспеншілік, қасиеттері, бәрін жақсы көруді, достық, татулыққа тәрбиелеу. Сабағымыздың мақсаты оқушыларға туған өлкесін жақсы көруді үйрету арқылы сүйіспеншілік құндылығының мәнін ашу. Ал міндеттері оқушыларды айналасындағының бәрін жақсы көруге үйрету, оқушылар бойындағы достық қасиеттерін дамыту, оқушыларды татулыққа тәрбиелеу. Ендеше сабағымызды 5 ережесімен бастағымыз келіп отыр. Тәртіп, тазалық, талап, тыныштық, татулық болса, біздің сабағымыз ойдағыдай өтеді. Ендеше үй тапсырмасын тексеріп өтейік. Үй тапсырмасына 86 беттегі Бауыржан Момышұлының мәтінімен оқып танысып келу берілген болатын. Сол мәтін бойынша мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Отанды сүю неліктен отбасынан басталады? Отанға сүйіспеншілікті қалай білдіруге болады? Мәтіндегі қандай адам елін, жерін көркейте алады? Өздерің отанды қалай қорғар едіңдер? Сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Біздің сабағымыздың дәйек сөзі отанды сүю отбасынан басталады. Бұл мақалды бір рет ауызша айтып, дәптерімізге жазайық. Және осы дәйек сөз бойынша, осы мақал бойынша сұрақ қойғым келіп отыр. Отан деген ұғым нені білдіреді? Осы дәйек сөзден қандай ой түйдіңдер? Келесі, балалар, мен сендерге отанды сүю жайлы видеоролик дайындап қойған болатынмын. Тамашалаңыздар. Бірде құрбыластары бас қосып, көңілді әңгімелесіп, сөз таластырып қалды. Біз тұратын көше, ауылдағы ең әдемі көше, жап-жалтыр асфальт төселген, деді Мадина. Ешбір көше біздің көшеге жетпейді. Жол жиегі жап-жасыл ағаштар, тіптен өзіңді паркте жүргендей сезінесің, деп мақтанышпен сөйледі меруерт. Ой, қыздар-ай, біздің көше ше, деп сөзін бастай берген Розаны салтанаттың киліккен сөзі бөліп жіберді. Көріңдерші, бірде-бір көшенің ерекшелігі жоқ. Бір үлкен қаладай-ақ болауы, деп қабағын шытты. Қыздар үнсіз қалды. Бәрі де салтанаттың сөзін іштей мойындағандай. Өткір мінезді самалдың қатқыр үні бәрімізді елең еткізді. Неге олай дейсің, Салтанат? Отан деген құдіретті ұғымның өзі осы өз ауылыңнан, өз көшелеріңнен басталмай ма? Өз көшелеріңді сүймесең, оны мақтан тұтпасаң, отанды қалай сүймексің? Сол сәт мен де самалдың өтінді сөзін толық тыңдадым. Ойыма, отаншыл болып отбасынан басталады деген батыр ағамыз Бауыржан Момышұлының аталы сөзі оралды. Жарайсыңдар оқушылар, ендеше осы отанды сүю туралы видеоролигі туралы сұрақтар қойғым келіп отыр. Қыздар не жайлы әңгімелесті? Олар өз көшелерін не себепті мақтады? Олардың жасаған істері дұрыс па? Отан сөзін қалай түсінесіңдер? Осы сұрақтарға жауап бере қойыңдар. Ендеше ары қарай шығармашылық жұмыс жасайық. Шығармашылық жұмыста бізде таңдауымыз тыныштық пен татулық тақырыбында шығармашылық
эссе немесе коллаж немесе суретпен жұмыс жасаңдар. Және біз бүгін жаңа ақпаратпен танысамыз. Жаңа ақпаратымыз отан әр адамның туып өскен жері. Біздің отанымыз Қазақстан. Әр қайсымыздың отан алдында парызымыз бар. Ол туып өскен еліңді сүю, аялау, құрметтеу, қадірлеу, оған адал қызмет ету. Отан алдындағы парызды сүйіспеншілікпен, үлкен жауапкершілікпен атқаруға міндеттіміз. Отанымыздың өткенін қадірлеп, бүгінін ертеңіне жалғастыратын біздерміз. Ендеше келесі сәт бізде топпен ән айту. Барлығымыз бірге қосылып айтайық. Ендеше балалар, үй тапсырмасын ала қойыңдар. Үй тапсырмасына келесі 27-ші сабақтағы үзілген гүл мәтінін оқып келу. Сабағымыздың соңын тыныштық сәтімен аяқтағымыз келіп отыр. Ендеше баяу музыканы қосып, аяқ қолыңызды айқастырмай түзеу отырып, біз қазір тыныс алу жаттығуларын жасаймыз. Тыныс алуға зейін қойған кезде біздің ақылымыз дем алады. Ауаны ішке жұту кезінде тыныштық пен қуаныш қабылдаймыз. Ал демімізді сыртқа шығарған кезде өзіміздегі мазасыздықтарды сыртқа шығарамыз. Дайындалайық. Көзімізді жұмамыз. Арқамызды тік ұстаймыз. Қолымызды тізеге қоямыз. Тынысымызды еркін ішке тартамыз. Оны баяу сыртқа шығарамыз. Тынысымызды тартамыз. Тынысымызды шығарамыз. Осылайша 9-10 рет жасаймыз. Сау болыңыздар.